Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін айраннан осындай керемет зебра пирогын жасайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ әрі жасалуы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 4 жұмыртқаға шекерді салып, жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей осылай ағаруы керек. Артынша айран, сұйық май және сода мен уксусты бір-біріне осы араластырып көпіреді, яғни гастетіп құямыз. Ұнды бірден емес 2 бөлікке бөліп саламыз. Неге жартысын салып, бір бағытқа қарай араластырдым. Одан соң жартысын салып, қолмен осылай бір бағытта жақсылап бір масса болғанша араластырып аламыз. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігіне 1 қасық какао салып араластырамыз. Толық рецепті видеоның астында жазылған, міндетті түрде сол рецепт бойынша жасаңыздар. Формамызды алып, астына пергамент қағазын төсейміз. Кішкентай осындай қасықпен емес, ожаумен салғанында жолақтар өте анық, әдемі көрінетін болады. Мен осындай ожауды пайдаландым. Егерде сіздерде ожау болмаса, 2 қасықтап қойсаңыздар болады. Осылай ақ, қара етіп, кезек-кезек барлығын құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 160 градуста 45-50 минутта пісіріп аламыз. Бетіне осылай узорын жасап, пешке жібереміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте әдемі көтеріледі. Неге осылай пісті, өте жұмсақ, дәмі де өте керемет, әрі үйде бар заттардан жасалады. Рецепт ұнаса, маған тіркеле кетіңіздер. Ас болсын.